Ассалаумағалейкум, аса қадірлі ханымдар мен мырзалар, баршаларыңызға қайырлы кеш. Бүгін мінекей Алматы шаһарында, Алатаудың баурайында бір ерекше кеш, дүбірлі думан, қадірлі қонақтар. Алуадай ару қызымыздың ұзату тойы. Ендеше барша біздің көпен келе жатыр тойында орталықтың ұшымы дайын. Ендеше біз бастаймыз. Той құтты болсын. Құрметті халайық, бүгінгі екі жастың қосылуына байланысты өткен той өте өз мәртебесінде өтті деп ойлаймыз. Оның бер жағында мынау Көпен шақырады атты продюсерлік орталығынан келген Асқар бауырымызға үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Той өз мәжесінде өтті. Жалпы отырған халайықтың бәрі осы бүгінгі өткізген шығармашылық кешке өзінің алғыстарын білдіреді. Болашақта біздің Қазақстан Республикасында осындай шығармашылық топтар, оның ішінде мынау Көпен шақырады атты шығармашылық продюсерлік орталығының өсіп өркендеуіне үлкен бақыт тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Осы жақсылықтан жақсылыққа, қуаныштан қуанышқа жете беріңдер. Мәртебелі биіктерден сіздер көретін болайық. Бүгін мына Сұлтан мейрамханасында бір өте жақсы қыз ұзату тойы болды. Біз енді Тараздан келдік. Бірақ мынау Алматыда мынандай той өтті. Біз өте ризамыз. Асқардың маған бір мәдениеттілігі, сондай бір сондай бір мәдениетті, кішіпейіл, артық сөзі жоқ, бәрі орнымен айтылды да, сондай бізге ұнады. Біз семьямызбен өте мақтап отырдық. Бүгін енді жалпы тойымызда сізге ұнамай қалған тұстары бар ма? Ұнамай қалған қай жері жалпы? Кемшіліксіз той болмайды. Қандай кемшілік байқадыңыз? Кемшіліксіз. Жоқ, меніңше мүлде болмады деп есептеймін. Мүлде болмады маған, менің ойымда. Мен өзім бір жақсы демалдым. Бір сондай жақсы демалдым. Бәрі орныменен. Бір артық, қойшы мынау шаршап кеттік қой деген бір әңгіме болған жоқ. Бәрі орныменен. Тойға өте риза болып баратырмын. Көп тамадаларға көңілім толмайтын. Бүгін Асқар Әмірбек бауырымның тойды басқаруын көрдім. Ризамын. Кісілік сөздер айтылды, азаматтық сөздер айтылды. Бүгінгі заманауи тойдың, бүгінгі жастардың көңілінен де шықты, үлкендердің де көңілінен шықты. Тамада осылай болса керекті. Ал енді бүгінгі тойдың жақсы өтуіне менімше Асқар бауырымның өзінің тәжірибесі, өзінің тапқырлығы, өзінің ұстамдылығы, ой өрісі менімше көп мен үшін әсер қалдырды. Ал енді Асқар, айналып кетейін. Осы қалыптан, осындай дәстүрді сақта. Өте жақсы өтті той. Көңілімнен шықты. Одан қала берді, ел, жұрт. Мен шет жағысын естіп қалдым, керемет мақтап жатыр сені. Ел сүйет сені, ел сені менімше қалайды. Анау интернет жүйесінде қараған кезде, енді мен өз басым мысалы жат адамын, талдаған кезде көптеген видеороликтерді өзімді таладым. Ол енді бекердің емес. Ана өзіңнің қысқаша болса да берген рекламың, жарнамаңның өзі көп нәрсені білдіреді. Сондықтан осы дәстүрді, осы тапқырлығыңды, осындай өнеріңді жалғастыра бер. Табыс тілеймін. Табыс тілеймін. Әрдайым елдің адал еңбек істеп, елдің құрметіне бөлене бер. Халық сені сүйет, мен білем. Мына қазірде кешелі бер мен оны айтады, менен сұрайды. Асаба кім болады дейді. Мен оны Көпен ағамыздың ұлы деймін. Мінекей. Көпен ағамыздың өзі керемет бір тұлға ғой. Мен ол кісіні қатты сыйлаймын. Өйткені әділ, адал бағасын беретін ағамыз. Ал одан өніп өскен ұрпақ, мынау Асқар, мен өзім ойлаймын, сол мағынада
сол дәстүрді сақтап ісін жалғастыратын шығар деп ойлаймын. Сондықтан табыс тілеймін. Рахмет аға. Әрдайым осындай шыңнан көрейік. Мен өткенде айтқам, Қазақстанның емес, әлем деңгейінде асаба бол. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Жақсы. Рахмет аға. Жақсы жаңа. Жақсы. Жақсы аға, рахмет. Рахмет. Ал Асқаржан, Гүлден, сіздерге рахмет. Мына тойымызды жақсы өткізіп бердіңіздер. Аман есен қызымызды ұзатып алдық. Осындай жақсылыққа ертең мен де неберелерімді үйлендіргенде ұзатқанда сіздерді шақыруға әрекет қыламын. Телефондарını беріп қойсаңдар маған, рахмет. Жақсы. Оскар, замечательный тамада. Не просто потому, что он сейчас провел для нас, а потому что просто получил удовольствие. Бүгінгі біздің той, апамыз бен атамыздың үлкен тойы болды, кенже балаларының. Менің ойымша бүгін той өте керемет өтуде, әлі жалғасуда. Әрине той біріншіден ұйымдастырушылардан болады, екінші жаңағы организаторлардан дейді ғой. Жалпы ойында болды, күлкіде болды. Тойды жүргізе білді деп ойлаймын. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі өткізген той керемет той болды. Осы Асқар баламызды көпен организатор деп айтады, интернеттен қарап, апрель айында офисына келіп, танысып, келісіп, осы той өткізем деп, ол өзі программасын бәрін жазып беріп, қалай өткізеді, қалай қанша дос болады, кім қай жерде отырады, кім қалай сөйлейді, қандай программасы бар, бәрін айтып берді. Соны бүгін дүркіретіп, өте ризамыз. Мен емес, бүкіл келген құдағилар, жолдастар, туыстар, бәрі риза болып отыр. Той өткізсе, осылай Асекең сияқты өткізсін. Керемет өткізді. Дүрілдетіп, 160-200 адамды бір минут бос етпей, қанша мақал, мәтел ашып, бет ашарымен бәрін қалай тамаша өткізді. Жанда жүрген жігіттері, қыздары, әншілері, ақындары қандай керемет өтеді. Осындай ел жұртқа айтатын, енді қайда менің жолдастарым, құдаларым осы той болғанда Асекеңді іздейміз. Координатын бәрі сұрап отыр. Асекең осындай өрлей берсін, төрлей берсін. Осындай тойларға, осындай болған тамада іздегенде табылмайтын тамада осындай көбейе берсін. Асқардың жұмысы асып, өрлеп, төрлеп, бүкіл Қазақстанға, ел жұртымызға шын ниетімен, көңілмен осындай атқаратын ісі жақсы өрлеп, төрлей берсін. Соны айтам бәріңізге. Осындай Алла тағала жеткі таныстырған Асекеңе мың да бір рахмет. Бал шағының қызығын көрсін, бәрі жақсылық болсын, аманшылық болсын.